Бұл жалпы мына Қостанай Торғай өңірінің қазақтарының жас келіншекке кигізген камзолы. Мынау плюш деген мата, таза табиғи мата. Сосын деке астарларында байқасаңыздар таза шыттан. Мына жерде мына заттарды, бұл жерде 5 килограммға жақын көне күміс бар. Осының барлығы мен 10 жылға жақын жинадым. Осы бір камзолды дайындау үшін. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мынаның барлығы мінекей жаңағы ақық деп айтады, сердолик деп айтады орысша. Сондай неден мына үкі аяқтарды мысалы зергерлерге тапсырыс беріп жасатып, мына оқаны мен қанша жыл жинадым мысалға. Осындай таза оқалар бүгінгі күнде металликтен тоқылған табыла бермейді. Мына жерде назар аударсаңыздар, мынау бұрынғы қазақтың гигиеналық тазалық құралдары. Жалпы қазақтар күмісті таза бұйым деп санаған. Жалпы күмістің өзінің қасиеті бұл уды тартады өзіне. Ерте кезде міндетті түрде мынандай күміс сақина салып жүрген екен, ер адамдарда, әйел адамдарда. Сондай жаңағы жауласқан бір жерлерде барғанда қымыз ұсынса, қазақ ақты қайтармайды ғой. Бірақ қымызға у салып дағы берген жағдайлар болған екен ерте кездерде. Мысалы Шыңғысханның фильмінде, Шыңғысханның әкесінде де қымызбен улап өлтіреді ғой, мысалы татарлар, иә. Сонда бүйтіп мына берген қымызға ақырын байқатпай мына күміс сақинасын салады екен. Сонда ана у бар болса күміс қарайып кетеді екен. Сонда ішпей қымыз төгіп жібереді екен. Сол үшін мына күміс, сосын адам күміс тағып жүргенде адам ауырса да күміс қарайып кетеді, өздеріңіз білесіздер. Мына күмісті таза деп, тіптен мына тіс шұқығанға, құлақ шұқығанға осындай күмістен жасатып өздеріменен қосып алып жүрген ғой бұрынғы кісілер. Мына жерде исмайын салып жүрген мынаның ішінде. Исмай салып сондай. Сосын мына күміс адамның жанын, тәнін таза сақтайды, бәле жаладан қорғайды деген мақсатта қазақтар алтыннан гөрі күмісті көбірек бағалаған. Мына жерден қарасаңыздар, мына тиындар 1850 жылдардағы жаңағы Николай патшаның заманындағы көне күміс тиындар. Осындай. Мына үкі аяқта да мысалға бұдағы қазақтар үкіні бағалағанын білесіздер. Үкі бар жерге жын шайтан, жын жыбыр, бәле жала жоламайды деп, мына үкінің тұяғынан осындай үкі аяқ деген әшекей жасап тағынатын болған. Мына астында бұл таза теңіздің қарал маржандар. Енді қазақтың салтанаты өзгеше болған ғой. Осындай камзол туралы бір қызық бар. Бір байдың қызына осындай камзол жасатып, сосын өңір жиегін, шашбауын, сәукелесін бәрін кидіргенде, ана қыз орнынан тұра алмай қалған ғой, салмақты көтере алмайды. Сонда ана қыздың шешесі жалынып тұр дейді, қалқамау бір тұруға тұрып берші, мына жұрт көрсін да деп келген. Сол сияқты бір тұруға тұрып берші дейтін киімдер ғой бұлар.